Қайырлы күн, қайырлы кеш баршаларыңызға. Бүгін мен сіздерге осындай дайын құжатқа өзіміздің жазған бетті қалай қоямыз, сол туралы айтпақшымын. Ең бастысы каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Осындай бір кез келген құжатыңызға, документіңізге осындай Wordта жасалған студенттер болсын, немесе оқушылар болсын, реферат, диплом, курстық жұмыс, диссертация, мақала, кез келген осындай документке бетті қалай қоямыз. Бірінші содан бастайық. Бүгінгі сабағымыз бетті қалай қою, нумерация страниц туралы болады. Кеттік. Сол ішінде вставка дегенге жерге кірсеңіздер, осындай дайын бетте сізде нумерация жоқ. Қарасаңыздар, менде жоқ. Бірақ рет-ретімен бірден бастап қою керек. Оның қою үшін осындай вставка мәзірінің ішінде нумерация страниц деген жер бар. Сол жерде вверху страница деген бар. Егер сіз нумерацияны жоғары жақтан қойғыңыз келсе, онда мына жерде сол жағынан, ортасынан немесе оң жағынан, например, мысалға оң жағынан бассам, қарасаңыздар, мына төбеде үлкейтіп көрсетсем сіздерге, мына жерде 1-2 деп по порядку соңына дейін мына жерде 15-ші бетке дейін көрсетілді. Осылай распечатка шығаратын болсаңыздар, осылай сіздерде қалады. Міне көрдіңіздер, нумерация страница барлығы көрсетіліп тұр. Енді кейбір жағдайларда сіз стандарт бойынша негізі астыңғы жағына, ортасына қойылады көп жағдайда. Дәл солай кіресіздер вставкаға, нумерация страница, внизу страница, екіншісін мына жерде көрсетіліп тұр. Пример ретінде басып қалсаңыздар, астынан болады. Кейде болады ғой, мысалға сіз біреудің документін алдыңыз, бірақ по умолчанию интернеттен бір нәрсе скачать етіп алдыңыз, көшірдіңіз, бірақ сізде осылай жоғарыда или астыда екі жақта тұруы мүмкін осылай. Немесе үст жақта болуы мүмкін, астыда. Ол үшін үстіні өшіріп ұстау үшін мынаны алып тастайсыздар да, delete белгілеп алып delete болсаңыздар, үстіңгі жоқ болып кетеді, астыңғы қалады. Көріп отырсыздар. Кейде болады, сізде оң жағында үстіде тұрады, бірақ сіз астыге ортаға қойғыңыз келеді. Осылай қоя бересіз. Түсінікті болды деп ойлаймын, бірден бастап. Енді кейбір жағдайларда мынандай сұрақтар болады. Нумерация страниц бірден емес, 5-тен басталу керек мына жер. 5-тен басталу керек. Оны қалай қоямыз? Ол үшін тоже вставкаға кіресіздер, нумерация страница, формат номеров страниц деген жерге начать можно с 3-го. Например, с 5-го. 5-тен. Басып басам, менде нумерация страница бірден емес, уже 5-тен басталды. Міне көріп отырсыздар. Міне 5 ортада, барлығы мына жерде 19-ға дейін көрсетіп тұр. Ондай жағдайлар өте көп кездеседі. Осыны білу керек. Енді мынандай бір сұрақ бар тағы да. Нумерация страницада көп кездесетін нәрсе, ол мысалға 1 мен 2-ші бетті көрсетпей 3-тен басталады. Мына жер 3-тен басталады. Міне көп жағдайда осындай кездеседі. Титульный листке бет қойылмайды, и жоспарға, мазмұнға бет қойылмайды. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін бүйтесіздер. Мысалға, менде кіріспе 3-тен басталу керек. Стандарт бойынша барлық жерде сондай талап. Ол үшін бүйтесіздер. Вставкаға кіресіздер, нумерация страница, формат страница, 1 дейміз, как обычно. 1 дейміз. И так, осы жерге, ең соңғы жерге курсорды қойып аламыз. Осында ең соңғы жерге курсорды қойып аламыз. Сол жерге барған кезде разметка страницаның ішінде разрывы деген жер бар. Мысалға, алып тастайық. Разрывы деген жерге, осы жерге бүйтесіздер. Ең соңғы жерге курсорды қойып аламыз. Разрывы, следующая страница дейміз. Дәл осылай. Мынаны енді тартып аламыз деп болғаннан кейін, дәл осылай келесі неге курсорды ең соңғы жерге қоямыз. Разрывы, страницы, следующая страница дейміз. Мынаны тартып аламыз. Енді қараңыздар. Енді сол 1 деп болып тұр, мынаның бәрін белгілейміз. Мынаны белгілейміз. Белгілеп осы 1 дегенді особый колонтитель для первой страницы дегенді алып тастаймыз. Дәл осылай келесі страницаға да жасаймыз. Так, мынау шыға берді. Так, міне осылай екеуін алып тастаймыз. Енді бізде қарасаңыздар 1 мен 2-де жоқ, бірақ мына жерден бастап 1 деп 1, 2, 3, 4 деп кетіп жатыр. Оны бүйтесіздер. Маған 1 емес 3-тен басталу керек. Ол үшін қайтадан вставкаға барамыз. Нумерация страница, формат, начать с 3 дейміз. Окей. Көрдіңіздер, менде 1 мен 2-де бет жоқ, 3-тен бастап 4, 5, 6 деп соңына дейін міне 15-ге дейін бет көрсетіп тұр. Распечатка шығаратын болсаңыздар, осылай шығады. Ең бастысы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, істей алмай жатсаңыздар, көрсетуге тырысамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі осындай қызықты сабақта кездескенше аман сау болайық.